Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама міндетті түрде жазылып, лайк басып төменге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, бүгінгі екінші сабағымызды бастайық. Байлығым байтақ елім. Ауызша және жазбаша сөйлеу. Сабақтың мақсаты: сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжауды, өз ойымды дәлелдеуді үйренемін. 6-шы жаттығуға назар аударайық. Сызба арқылы тыңдайтын өлеңнің не туралы екенін болжап көр. 3 бақытым дейді. Бұл жерде халқым, тілім, отаным деп көрсетілген. Өлеңнің не туралы екенін қалай анықтадым? Бұл жерде мен сызба арқылы анықтадым. 3 бақыты, яғни халқы, тілі, отаны екенін сызба арқылы көруге болады. Енді өлеңді мұқият тыңда. 3 бақыт. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын екенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім, кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем, оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай ақ келдағы отал менен. 7-ші жаттығу: өлеңнің екінші шумағын жатқа жаз, сөйлеудің қай түрін қолданасың? Өлеңдегі тілім дедім сөзі қандай мағына береді? Бұл жерде 3-ші нұсқа, яғни кестім деген мағынаны береді. 8-ші жаттығу: мақал-мәтелдерді оқы, олардың мағынасын бір-біріне түсіндіріп көріңдер. Жақсы сөз жарым ырыс, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Бірінші, жақсы сөз жарым ырыс, ол жақсы сөз сөйлесе жақсылық болады деген сөз. Екінші, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Бұл мақалдың мағынасы: баттырып қатты сөйлесең, айтылған сөз адамның жүрегіне жетеді деген мағына. Ал таяқ еттен өтеді деген, таяқпен ұрса денені көгертеді деген мағынаны білдіреді. Үшінші, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Артық ойламай сөйлеп, біреуді ренжітіп алуы мүмкін, болмаса өзің сол сөзің үшін зиян шегуің мүмкін. 4-ші, айтылған сөз атылған оқ. Айтылған сөз атылған оқ. Бұл дегеніміз, яғни айтылған сөзді кері қайтарып ала алмайсың. 5-ші, өз білгеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса, кішіден сұра дейді. 5. Адаммен ақылдас деген мағынаны білдіреді. 6-шы, біліп тұрсаң да сұрап ал. Кісімен ақылдасу керек, сұрау, біреуден сұрау ол артық етпейді деген мағына. 7-ші, жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз дейді. Барлық білім кітапта, білмегеніңнің бәрін кітаптан табасың деген мағынаны білдіреді. Жазбаша сөйлеу арқылы айтылған мәтелді анықта, оны көркем жаз. Бұл 7-ші мәтел: жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз деген бұл жазбаша сөйлеуге жатады. Жақсы. Келесі бізде 8-ші жаттығу, 9-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне. Екі нәрсе адамға керек: бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге. Сөз күйресе күйгені, көңілмен тіл көркіңде. Өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағына беретінін анықта. Таңдауың дұрыс екенін дәлелде. Сөз қуаты дегеніміз сөздің күші деген мағынаны білдіреді. Сөз қуаты тіркесінің мағынасы сөз күші дегенді білдіреді. Себебі қуат, күш деген сөздер синоним сөздер болып табылады. 10-ші жаттығу: мәтінді оқы. Еркебай әжесіне не деді? Әжесі немересіне не деп жауап берді? Бірде Еркебай күні бойы ойнап, сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып, мектепке барғысы келмей жүріп алды. Оны әжесі байқады да киімін кие бастады. Әже, сіз қайда барасыз? Деді Еркебай. Мектепке. Онда не істейсіз, әже? Сенің орныңа оқып келемін. Еркебай қатты ұялды. Әжетай, бармай-ақ қойыңызшы, өзім барамын. Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді, сабағына кіріседі. Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті, құрметті оқушылар? Әжесінің сөзі ме, жоқ әлде әжесінің іс-әрекеті ме?
әрине әжесінің іс-әрекеті әсер етті. Оның әжесінің мектепке бара жатқанын көрген Еркебай қатты ұялып, сол күннен бастап ол өзгерген болатын. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.